Кредит мәселесі бауырлар. Кредит исламда арам делінген нәрсе. Өйткені оның үстінде пайыз бар. Алушыға да берушіге де пайыз үстеме ақша өте ауыр саналады. Мен исламның көзқарасын айтып жатырмын. Оны менен жұмыс жасау дұрыс емесіз. Одан бір арғарай садақа беру немесе сондай бір қандай да бір жақсылыққа нәрсе пайдалану жақсы емес ол. Соны есте сақтасаңыздар екен. Оны менен мысалы кейбіреулер Құдай сақтасын диқаншылық жасайды, басқалық қылады, содан береке табам деп ойлайды. Қайда менде оны? Мен оны қарыз алып, онымен істеп жатқан адамдардың көпшілігін көрдім. Сол бүкіл тапқаны қарызға кетеді. Бүкіл тапқан. Одан бір береке тауып тамақ ағарған адамдарды көрмедім мен. Сондықтан сондай нәрседен қашыңыз. Құдай берсе маңдайыңызға берсін. Ол біреуден қарыз алған нәрсеңіз ауыр нәрсе болады. Одан береке табылмайды. Әсіресе жаңалдегі үстеме арам қарызды айтып жатырмын. Тағы осы жаңалдегі диқаншылықтағы қосып кететін мәселелердің біреуі кейбір диқаншылардың арасындағы бақталастық. Бұл нәрседе исламда жақсы қаралынбайды бауырлар.